Жаратылыстану 3 класс. Тақырыбы: дыбыс. Дыбыс қалай пайда болады? Дыбысты қалай естиміз? Дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады? Сабақты жүргізуші Ақтөбе қаласындағы номер 31 қазақ орта мектебінің бастауыш класс мұғалімі Айтпағамбетова Салтанат Нұрбергеновна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Әйел не себепті құлағын жауып тұр деп ойлайсыздар? Әрине, қатты дыбыстың әсерінен болуы мүмкін деп болжаймыз. Олай болса, балалар, бүгінгі жаратылыстану сабағында дыбыс туралы көптеген мағлұматтар алатын боламыз. Қандай заттар дыбыс шығаратынын және жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесіңдер. Дыбыстың қалай таралатынын, дыбыс қаттылығының арақашықтыққа байланысты болатынын түсінесіздер. Дыбыс қаттылығын өлшеуді үйренесіздер. Адам баласы дүниеге келгеннен бастап түрлі дыбыстарды естиді. Мысалы, қазір барлығымыз суретке назар аударайық және мұқият тыңдайық. Оқушылар, не естідік? Дыбыстардың барлығы бірдей шықты ма? Жоғары және төмен дыбыстар неге байланысты болады деп ойлайсыздар? Біз еститін дыбыстың көбі шын мәнінде ауаның қозғалысы болып табылады. Дыбысты тербелістегі дене шығарады. Осы тербеліс ауа арқылы басқа денелерге тарайды. Егер зат белгілі бір жиілікте қозғалысқа түссе, мұндай қозғалысты тербеліс деп атайды. Егер тербеліс жиі болса, дыбыс жоғары болады. Сонымен, балалар, дыбыс дегеніміз не екен? Дыбыс дегеніміз ауаның қозғалысы. Ауа дыбыстың таралу өткізгіші. Әйтсе де, суда дыбыс 5 есе тез тарайды. Физикада дыбыстық құбылыстарды зерттейтін саланы акустика деп атайды. Бұл грек сөзі дыбыс деген мағынаны білдіреді. Балалар, барлығымыз ойланып көрейікші, ғарышта дыбыс естіле ме? Дыбыс кез келген серпімді ортада таралады, бірақ ауасыз кеңістіктерде тарала алмайды. Сол себепті де, балалар, ғарышта дыбыс естілмейді. Енді барлығымыз назарымызды стадионға салайық. Онда не болып жатыр? Қандай дыбыстарды естуге болады? Стадион қандай дыбыс көзіне жатады? Дыбыстың өлшем бірлігі децибел болып табылады. Дыбыс қаттылығы дыбыс шығаратын дененің тербеліс амплитудасымен анықталады. Дыбыс қаттылығының деңгейін өлшеу үшін логофонимдік шкала бекітілген. Бұл шкала бел немесе децибел деп аталады. Адам құлағының ең төменгі дәрежесіндегі қабылдау мүмкіншілігі 10 децибел. 130 децибел артық айқай шу адамға кері әсерін тигізеді. Сол себепті де, балалар, құлақ қаппен әуен тыңдаған кезде музыканың дауысын бәсеңдетіп қойған дұрыс. Балалар,
Дыбыс қаттылық деңгейін қарайық. Суретте түрлі заттардың дыбыс қаттылығы берілген. Мысалы, жапырақ сыбдыры 10 децибел, метро пойызы 100 децибел, адамдардың сөйлесуі 50 децибел, шансорғыш шуы 70 децибел, айқай 75 децибел, ұшақ гүрілі 120 децибелді құрайды екен. Дыбыс қаттылығын арақашықтыққа қалай байланысты болатынын анықтап көрейік. Ол үшін әуен қосылған ұялы телефонымызды құлағымызға жақындатайық. Не байқадыңдар? Ал сәл алыстатсақ ше? Дыбыстың қаттылығы арақашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыстар жоғары дыбыстарға қарағанда алысқа жақсы жетеді. Дыбыс қаттылығын қарапайым құрал рупордың көмегімен күшейтуге болады. Ондай құралды жасау оп-оңай. Ол үшін қолдарыңды түтік етіп, аузына тақап сөйлесең, дыбыстың алысқа таралғандығын байқайсың. Қане барлығымыз жасап көрейікші. Тамаша. Балалар, сонымен қатар театр ғимаратын ерекше жобамен салады. Қабырғасы мен төбесінің пішіні көрермен залына дыбыстың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Соның арқасында адамдар залдың қай жерінде отырса да, әртістердің дауысы мен музыкалық аспаптардың әуенін жақсы ести алады. Ал ең алғашқы театр ежелгі Римде 5-ші ғасырда пайда болған екен. Адамдармен қатар жан-жануарлар да дыбыс шығарады екен. Барлығымыз суретке қарап, мұқият тыңдайық. Балалар, ал жан-жануарлар не себепті дыбыс шығаратынын білесіздер ме? Көк иттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі екен. Олар бір-бірінің дауысын 1600 километрден естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады екен. Мысалы, арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Саршұнақ қауіп сезген кезде шиқылықтап маңайдағыларға хабар береді. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан-жағындағы өте әлсіз, естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді екен. Сонымен қатар балалар, ультрадыбыстар және инфрадыбыстар болады. Бұл дыбыстарды жарғанаттар, дельфиндер сияқты жан-жануарлар қабылдай алады. Кәне балалар, зерттедік, салыстырдық, тәжірибеде жасадық. Сонымен сабақта не білдік, не үйрендік? Білгенімізді білім пирамидасына салайық. Дыбыс ауаның қозғалысынан пайда болады екен. Кез келген ортада дыбыс жақсы тарайды, тек ауасы жоқ жерде ғана тарай алмайды. Қатты дыбыс адам денсаулығына зиянын тигізеді. Ультрадыбыстар мен инфрадыбыстар да болады екен.
Дыбыстың өлшем бірлігі децибел. Балалар, бұл білім пирамидасына сендер білетін қызықты мағлұматтарды да салуға болады. Үйге тапсырма. Қолымызда бар заттармен музыкалық аспап жасаймыз. Сол музыкалық аспаптың дыбысын аудиожазбаға жазамыз. Және қандай дыбыс екенін анықтаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Осымен балалар, бүгінгі жаратылыстану сабағы аяқталды. Барлықтарына да ұнады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.